Ашудан қалай аулақ болуға болады? Ашу бұл табиғи сезім. Бірақ ол бақылаудан шығып кетпеуі керек. Алдымен ашуыңызды тудыратын жағдайларды анықтаңыз. Бұл сізге оларды болдырмауға көмектеседі. Ашу келген кезде терең тыныс алыңыз. Баяу тыныс алу жүйке жүйесін тыныштандырады. Мұрынмен дем алып, ауызбен шығарыңыз. Егер ашу сезімі басым болса, өзіңізді басқа нәрсеге аударыңыз. Музыка тыңдаңыз, кітап оқыңыз, немесе серуендеңіз. Бұл сізге жағымсыз ойлардан арылуға көмектеседі. Ашуыңызды іште сақтамаңыз. Досыңызбен, отбасыңызбен немесе терапевтпен сөйлесіңіз. Сөйлесу сізге сезімдеріңізді түсінуге және оларды басқаруға көмектеседі. Кек сақтау ашуды күшейтеді. Кешірімді болу сізге өткенді жіберуге және алға жылжуға көмектеседі. Кешірімді болу басқа адам үшін емес, өзіңіз үшін маңызды. Ашудан аулақ болу – бұл процесс. Өзіңізге сабырлы болыңыз және кішкентай қадамдармен бастаңыз. Уақыт өте келе, сіз ашуыңызды басқаруды үйренесіз.